қарап алғаннан кейін ары қарай мұрнынан бастаймыз. Мұрынды әрқашанда астынан бастайсыздар. Ешқашан жоғарыдан төмен қарай бастамаңыздар. Өйткені темный жағы астыңғы жағында болу керек. Мына жағына темный десеңіздер, ол өте дұрыс емес болады. Астынан бастап, ұшынан бағанағы жаққан консилердің жанынан бояйсыздар. Екінші жағын тура солай. Темный корректорды төмен қарай созып кетпеңіздер. Өйткені мұрындарыңыз өте жіңішке болып қалады. Ақтың енін тағы да айтамын. Қатты жауып етіп жүрмеңіздер, мұрындарыңыз өте жалпақ болып кетеді. Орташа өздеріңізге қандай мұрын керек, сондай мұрын сызып алсаңыздар болады. Зона теней бітті. Енді зона света. Мына берден кисточкамен жағылады зона света. Зона светінің зонасы, ол жаңа консилер жаққан жерге жағамыз. Кисточкамен алып аламын. Маңдайға кисточканы бір-ақ жағымен ғана алып жатырмын. Мұрынның ортасына, көздің астына кішкене қатты қалың жақпаңыздар. Екінші көзіміздің астына. Екі және ердің үстіне.